Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 108-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы орындалған арман және өткен шақ. Яғни тыңдалған мәтінге пікір білдіретін боламыз және етістікті өткен шақта қолданылатын боламыз. Балалар, алдымен каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бізге 18-ші жаттығу беріліпті. Мәтінді тыңда дейді. Алдымен мәтінді оқиық. Тақырыбы ақиқатқа айналған арман. Біздің бала кезімізде екінің бірі ғарышкер болуды армандайтын. Жұлдыздарды жақыннан көріп, сол кезде беймәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді. Олардың арасында мен де бармын. Бірде әкем маған аспан әлемінің құпияға толы сырлары туралы жан-жақты әңгімелеп, артынша ай, түрлі жұлдыздар, жалпы ғаламшардың суреттерін көрсетті. Сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын. Сонда өзіме өскенде қалай да ғарышкер боламын деп мақсат қойған едім. Сол арманның жетегімен жоғарғы оқу орнында оқыдым. Жатпай тұрмай іздендім. Ғарышкер болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек. Сонан соң оқу-жаттығу жұмыстарын бір күнге де үзбеуге тиіссің. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар. Ол жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың. Талап күшті. Жоғарыда аталған екі нәрседе менде бар болғандықтан шығар, 6 жылғы қызу дайындықтан кейін ақыры ғарышқа ұштым. Халықаралық экипаждың құрамында болдым. Менімен қосқанда 6 елдің өкілі ғарышқа ұшты. Бастан кешкен қызықтарымыз да, бір-бірімізден үйренгеніміз де көп. Бәріміз де ғарыштан түсірілген жердің суретін талай көрдік. Жер жұп-жұмыр, дөңгелек екенін білеміз. Бірақ ғарышта барлығы басқаша екен. Көктен жер алақандағыдай көрінеді. Ол сондай нәзік, кішкентай, қорғансыз. Көзімнің жеткені біз оны, жерді, аялауымыз керек. Оның қадірін әлі де сезіне бермейтініміз рас. Ғарыштан жерге түскен соң өмірге, қоршаған ортаға деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Өзіміз мекендейтін ғаламшарды сақтай білуіміз керектігін жете түсінгендей болдым. Осы 18-ші жаттығу бойынша бізге сұрақтар берілген, 3 сұрақ берілген. Осыған жауап беру өтейік. Мәтін кім жөнінде, ол туралы не білесің дейді. Бұл жерде бірінші сұраққа жауап. Мәтін ғарышкер Айдын Айымбетов туралы айтылған. Ол Қазақтан ұшқан 3-ші ғарышкер болатын. Ол 2015 жылы 2 қыркүйекте ғарышқа ұшқан. Екінші мәтін мазмұнына өз пікіріңді айт дейді. Мәтіннің мазмұны балалық шағында армандаған мамандығына жеткен ғарышкер туралы. Енді 3-ші мәтіннің соңғы бөлігін талқыла дейді. Біз жер анамызды аялап, оған әрдайым қамқор болуымыз керек. Ғаламшарымызды ешқашан ластамайық. Енді бізде келесі 19-ші жаттығу. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз дейді. Алдымен мәтінді оқиық. Ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болған. Бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кеткен. Жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болған. Етістіктерді не істеді сұрағына жауап беретіндей етіп өзгерт. Не істеген, не істеді деген сұраққа жауап беретін етістіктерді өзара салыстыр дейді. Осы мәтін бойынша бізде 3 етістік бар, иә? Ол пайда болған, атап кеткен, және екінші абзац бойынша бұл да пайда болған деген. Пайда болған, бұл не істеген деген сұраққа жауап беріп тұр. Енді біз оны не істеді деген сұраққа жауап беретіндей өзгертсек, пайда болды. Сонда осылай ауысады. Екінші атап кеткен, не істедіге ауыстыратын болсақ, атап кетті. Бұл жерде не істеген және не істеді деген сұрақтарға жауап беретін етістіктерді өзара салыстырайық. Енді не істеген деген бұл мысалы пайда болған, иә? Ал не істеді бұл пайда болды деген сұрақтарға жауап беретін етістіктерді айырмашылықтары ол жалғауларында. Не істеген деген сұраққа жауап беретін етістіктер ған-ген, қан-кен жалғаулары арқылы жалғанады, ал не істеді деген сұраққа жауап беретіндерге д, т деген жалғаулар жалғанады. Келесі бізде 20-ші жаттығу. Сөйлемдердің қатесін түзеп жаз дейді. Алдымен оқиық. Жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді. Жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады. Ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады. Адам баласы скафандрсыз ғарышта 92 секунд қана шыдайды. Енді балалар, бұл жерде бізге 3-ші сөйлемді қарайық. Ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге деп беріліп тұр. Біз оны, яғни ә әрпін аға ауыстырамыз. Сонда ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады. Екінші
Соңғы сөйлемді қарайық балалар. Адам баласы скафандрсыз деп берілген бізге, иә? Олай емес, алдындағы ысын алып тастаймыз, яғни скафандр. Бұл ғарышкердің киімі, иә? Осылай жазылады, қараңыздар. Адам баласы скафандрсыз ғарышқа 92 секунд қана шыдайды. Осылай түзетіп балалар екі сөзді дұрыстап қатесіз көшіріп жазамыз. Келесі бізде 21-ші жаттығу. Бұл шығармашылық үзіліс. Үлкен картадан төмендегі 10 жұлдызды тап. Мысалы, бірінші нөмірлі жұлдыз картада кішкентайғы және үлкен е болып белгіленген, қалған 9 жұлдызды тап дейді. Бізге яғни тігінен кішкентай әріптер берілген, ал көлденеңінен бас әріптермен берілген. Осы кішкентай әріп пен үлкен әріптердің қиылысқан жерлерінде бізде 9 жұлдыз орналасқан, яғни 10 жұлдыз орналасқан, оның біреуін табылып қойған. Енді қалған 9-ын табуымыз керек. Екінші бізде берілген жұлдыз бұл кішкентай б мен үлкен әнің қиылысында орналасқан. Үшінші кішкентай и мен үлкен з-ның бойында орналасқан. Төртінші ә мен ң-ның орнында, бесінші ж мен д-ның орнында қиылысқан жерінде, яғни алтыншы ә мен к әріптерінің, жетінші ж мен н әріптерінің қиылысында, сегізінші б мен м әріптерінің қиылысында, тоғызыншы кішкентай з мен үлкен б-ның қиылысында, ал оныншы кішкентай х мен үлкен и-дің орнында қиылысып, яғни сол жерде бізде жұлдыздар көрсетілген екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналымдағы басқа да видеоларды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.